Сенің пайда күнем досың. Родной, жеп болдың ба? Мен собой салдырып алсам кешке. Қарным ашады просто үйде ше. Давай. Жесем, е? Ренжімейсің бе? Асер, Родной. Тағы біреу көресің ба? Жаңа бердім ғой қыз. Просто тамақтан кейін шегем да, сен маған қазір шегіп алайын деген ғой. Родной, үйге келексің ба? Астынан сушняк, нан-пан, колбаса аласаш, е? Давай. Ана мақсат асарға шақырып отыр ертең. Үйіне ма? Иә? Ақша бере ма? Жоқ ой, бауырымыз бұл. Мен барамын, жұмыстарым бар мен. Папасы береді ғой, рахметіне білесің ғой папасы қандай адам. Папасы бере ма? Иә. Жүрсек, бауырымыз ғой, көмектесіп кетеді. Айтты. Райондағы братандар. Сендер ма братан қыз алып қашып келген? Біреудің әйелін алып қашып кетсіңдер ғой. Жынды бақа ғой, жақсы көрем әлде де деп. Екі баласымен алып келіп алсын. Базы. Братан, осы сен неме айналысасың негізі? Майда шүйде жұмыстар. Не майда шүйде жұмыс сол братан? Движениелер ғой. Не движение сол братан? Шаруалар да кішігірім. Сол білсем болма, не шаруа? Мал. Жұмыс істемеймін, жұмыс жоқ мен. Неге жұмыс істемейсің братан? Братан, ана Айдана көшенің басында Мисс Қазақстанға 3-ші орын алыпты дейді. Сенің артыңнан жүгіртті ғой бір. Телефон ұрлап кеткен ғой? Екі көше жүгірткен ғой? Сөйтіп жүгірді. Қазір сұрасаң мойындамайды Айдана. Братан, осы сен хоббиң не? Ойбайшы, хобби емес. Сен қатынмын ба? Хоббимен айналысатын. Хобби деген косметика үріп емес. Мальчик, мен бұрын ауылда кім дейтін еді білесің ба? Кім дейтін еді, братан? Пақылдақ дейтін еді ғой. Пақ деп қуата беретін ғой. Жаңа жылда 12-ден 1-ге дейін совет атылып пақылдап. Бірден таңға дейін өзім пақ деп. Өзім атылып жүре бердім. Пақ деп. Сенің официант роднойың. Мал! Админ ба деп қорқып кеттім ғой şimdi. Десе жіберсек админ. Первыйға не бар? Сорпа бар ғой. Второйға? Сорпа бар тоже. Десертке. Тоже сорпа сататын жер ғой негізі. Кешке кездесіп, бетіңнен сүйіп. Сізге емес, тәте, мен 4-ші столикке барамын қазір. Сосын звондаймын, давай. Қазір анандағы топыра, білесің ғой, әкеп баратын, ортаға әкеп құлатып алған ғой. Енді реттеп атсам, артыма қарқыз, админ тұр ғой. Ертесіне жұмыстан шыға жер ғой. Кімді? Админді. Мен тасымен кірген ғой, шықпай ғой. Чоқтың, братан. Брат, кішкене артырасың ба? Братан, не тапсырыс бересің, братан? Қандай тамақтар бар? Братан, айтсам сен дейсің ғой, біздің ресторанда Кәусардың ішінде жирафтың тізесінен жасалған сорпа бар ғой. Өтірік айтпашы. Айттым, айтсам сен. Здравствуйте. Здравствуйте емес, қазір МК-лар ғана қалды, тік қалды. Саудагер Кирилл. Аға, мыналар қанша? Қанша бересің? Серьезно. Серьезно, қанша бересің? Вечерге барайын дедім, киімдер бар ма? Бар ғой ана. Егер құсам дейтін болсаң, налар жақсы деп қайтып кетеді да, құсығынша сразу ше. Егер қызыммен барам десең, налар жақсы, жып-жыл құшақтап отқан. Егер біреудің қызымен барам десең, абайлап жүре бүгін. Жігітіге қап, інім, мен сен айтайын да ше, мынаның көк жері пілдің қолтығынан жасалған. Пілдің қолтығын көргесін бөлсе, міне осындай болады, осыны. Мына жасыл черепашки ниндзя бар ғой? Соның 4-ші сериясы шықты ғой, прикинь. Хош па? Көрмедің ба? Но бірақ действительно пілдің қолтығынан жасалған. Налардың качествосын қарашы, інім. Жыртылды ғой, братан. Өткенде де біреуін жыртып айым. Жүрші, басқа екенін көрші. Жаңбыр жауғанда жаңбыр өтпейтіндер бар ма бір? Бар ғой, міне. Жаңбыр жауып отқан кезде, как раз киіп алып үйде отырасың, жаңбыр өтпейді. Сенің мастер роднойың. Ассалаумалейкум аға. Ассалаумалейкум. Әйелім жібереді, құмыра жасап кел деді. Құмыра жасайсыздар ма? Ойбай, родной, не только құмыра, бір әйел жасап бер жібереді. Базы, қандай әйел? Лай әйел ғой. Менде жасап көрсем бола ма мынаны? Қолымды көрсетші кән. Міне. Тур, мен қатымның қолы сақтан қолым. Нәзік ба? Жой, 5 саусағы да түгелді. Біздегі құмыралардың сыртын сипасаң, ішінен жиын шығады ғой. Кән, 3 тілек айтатын жейін ба? Жой, семечкі ғой, балдар салып кетеді, күнде кешкісін. Семечкі сатады яқта. Мына құмыралар бар ғой, ішіне кішкентай жапырақ сасаң, тал өсіп шығады ғой. Базар жоқ. Ішіне кішкентай мусор сасаң, тазалап жүр. Камера бар, мына жақтың бәрінде. Құмыра жасауға қалай келдіңіз сіз? Ана корейский мопаймон танисың ба? Иә, Екеуміз бір колледж бітіргенбіз ғой. Ол кейін қылыш жағына кетті, мен құмыра жағына кеттім ғой. Құмыра істейсіз ба? Денеңізге қараса сантехник сияқтысыз. Обедке дейін құмыра істеймін да, обедтен кейін сантехникпін ғой. Базар. Действительно, о, братан. Брат, біз Конор Макгрегор ше, диски ше, жаңа шоумен дейміз ғой. Ютубта ақтарып, Гуглдан қарадым ғой. Действительно, еңбек қуанан кіші. Бойларын, қиналған кездерін көрдім. Действительно, мықты қазақтар бар ғой. Действительно, мықты екенбіз. Мықтымыз. Мысалы, орыстарға қарағанда қайда мықтымыз да? Мысалы, бізде қазақша күрес деген бар да, орыстарда орысша күрес деген жоқ қой, Жоқ қой. Жоқ қой. Қазақтан мықтымыз. Мысалы, Мерс бар ғой.
действительно машина ғой мерс. Машина ғой, брат. Талай танысымда мерс болды да, братан. Біреуінің бұзылып үйде жатыр деген көрген жоқпын ғой. Жолда қалдырмайды ғой. Машина ма? Действительно машина ғой. Действительно біздікі дұрыс емес қой. Бір қызбен жүріп, тағы бір қызбен сөйлесіп жүреміз. Дұрыс емес қой бізді. Қате ғой мынауымыз ше. Действительно ондай балдар көп қой еще. Қасқыр бар ғой, братан. Действительно мықты екен ғой. Арыстаннан мықты екен ғой. Қасқыр слабый болса циркте жүрмей ма? Жүрген жоқ, көрдің ба, братан? Мықты, бағындыру қиын да оны. Характер ғой ұстап тұрған қасқыр. Қасқыр характер.